Бәрінен сәлем дос, көрермендер. Бүгін бұл алғаш рет матч болайын деп тұр. Өйткені бұл ешбір болмаған нәрсе болайын деп тұр. Неге десеңдер, бұл ресми. Бұл ең керемет нәрсе болайын деп отыр. Бұл міне. Бұл 6 командадан тұратын нәрсе. Әй жерде санда тұрады. Ол санды белгісіз. Ал бұл кубок. Финалда ең керемет кубоктардың бірі болады. Әй жерде рәсімдерден бұл группадан болады. Группа А, группа Б деген сияқты болады. Оны қалай анықтау үшін, оны қазір көретін боламыз. Әр команда өзінің группасын болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 деген санның арасына егер 3 болса, онда Нерпс болады. Ал 4 болса, Аскар болады деген сияқты әртүрлі командалар болады. Соның болса, сондайда группа А, группа Б болады. Қалай анықтау керек? Қазір бұны анықтау үшін, оны кнопка басамыз. Және бастық. Бұл түскен қане? Так. 5-ші. Бұл дегеніміз Эвертон командасы. Бұл енді Аның группада болады. Өткізеді. Так, енді бұл Эвертон анықтадық. Енді келесі команда көреміз. Так. Номері 1. Пекония командасы. Бұл деген Пеконияның группа Б-адан. Енді бұл келесі ашуымыз керек. Кәнекей. Тағы ашамыз. Так. Екінші. Невипес. Ол алғашқы рет группа Б-ға кіреді. Енді келесі түрін рәсімді бастай береміз. Так. Ішінде бар. Так. Үшіншісі. Алаш! Құттықтаймыз. Енді сендер толықсыңдар. Енді келесіні ашамыз. Ой, бұл жолы қандай болады деп ойлаймыз. Кәнекей. Так. 4-ші. Аскар командасы. Ол Б-ға барады енді. Ол енді соңғы рет ашуымыз керек. Алтыншы. Кукупакалар командасы. Құттықтаймыз. Бұл Венеция рәсімі. Енді бұл жолы қалай өту екені айтып беретін боламын. Егер бірінші орын болған кезде, ол абсолютті жолдама алады. Ал егер екінші орын болып тұрса, онда ол очконы қарап жолдама алады. Ал егер үшінші орын болып тұрса, онда ол топтан шықты деген сөз. Енді рәсімі бітті. Қош, сау болыңыздар.